жеңді. 21 жылдың 7 айында ал Найза 36 турнирінде 2-ші раунда Фанель Рафиковқа есе жіберген болатын. Естеріңізге сала кетейік, турнирдің титулдық серіктесі Олимпет компаниясы. Олимпет РБ 2022 премиясының ең үздік букмекері. Бізде келесі жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді. Ендеше қос жауынгермен таныс болыңыздар. Алаңның көкбұрышы. Оның кәсіби рекорды 5 жеңіс, 2 жеңіліс, бойы 170 сантиметр, салмағы 70-те 300 келі. Саратов қаласы, Ресей, Руслан Туяков! Келесі кезекте оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. Оның кәсіби рекорды 11 жеңіс, 8 жеңіліс, бойы 177 сантиметр, салмағы 70-те 300 келі. Бішкек қаласы, Қырғызстан, Қаныбек Жаныбекұлы! Рефери Асхат Шандостегі. Ережен білесіздер, ережен сақтаймыз. Тоқта деген жұмыс жасамаймыз. Ардақ жанкүйерлер, рефери тиісті нұсқауларын берді. Жекпе-жегіміз басталды. 70,3 келі салмақ дәрежесі. Көкбұрыштар Руслан Туяков, Саратов, Ресей. Енді Қазақстанның намысын қорғап жүрген азамат қазіргі таңда. Қарсыласы аса азулы, тәжірибелі қырғыз жауынгері Қаныбек Жаныбекұлы. Алғашқы соққы Лоу Туяқтың еншісінде. Қаныбек Жаныбекұлы көп жағдайда әзірге асқатын емес, барлау қимылдарымен, байппен баппен бағамдап Туяқовтың аяқ алсын танып көруге ұмтылыс жасауда. Енді бұл салмақтың иелері шындығында жекпе-жектері қарқынында аса жоғары болып келеді. Әзірге екі жауынгер ешқайда асығатын емес. Руслан Туяков артқа шегіне жүріп көбінесе Жаныбекұлын шабуыл жасауға шақыратындай. Аңдап жүріп қағып алудан. Тағы бір лоу, ішкі лоу. Яғни бұл Жаныбекұлының жекпе-жектерін жалпы көріп жүрген жанкүйерлер болса біледі. Тамаша, қазір қырғыз жауынгері Туяқовтың бүйір тұсынан бірнеше соққысын қадап үлгерді. Қауіпті бұл, сондықтан мүмкіндік бермеу қажет. Осы бір нағыз балуандардың белдескен сәті ғой бір шетінен. Жаныбекұлының бүйірден ұрған соққылары Туяқов үшін қолайсыздық тудырғаны анық. Бірден артқа шегініп кетті. Енді екі жауынгерде тәжірибелі. Сөзсіз. Бірақ тәжірибенің аты тәжірибе. Ешкім алға ентелей ұмтылып асығыстық жасауға құлықты емес. Жалпы Найза 44 турнир аясындағы тағы бір тартысты жекпе-жек деп. Не үшін күні бұрын айтып жатыр деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл енді екі жауынгердің төбелесу стиліне, жалпы жекпе-жекті өткізу мәнеріне қарай отырып берген бағамыз. Екі жігітте ашық айқасы жақсы көреді. Сондықтан екі жауынгерде аянып қалмайтыны түсінікті. Бірінші раунд шындығында аса бір өктем қимылдарға, өткір соққылармен
шабуылдарға толық болды деп айта алмаймыз. Жанбекұлы артқа шегінуге мәжбүр. Өйткені Русланның шабуылдарына рейін кіре бастады қазір. Бұған дейін аяқпен ғана соққы бағыттап жүрген Руслан енді жылдамдықты арттырып, қырғызстандық жауынгердің жемісті болған жет соққысы. Тамаша, қараңыздарша. Қырғызстандық жауынгер секіріп тұрып. Бұл енді айтып отырмыз ғой, екі жауынгер әмбебап. Қандай стильде болса да төбелесе беруге дайын. Әрі Жанбекұлының жағында соққылары талай жанкүйер жұрттың құмарын тарқататын сөзсіз. Тұяқов қарсыласын партерге қарай қолатуға тырысып бағуда, бірақ Жанбекұлы қарымта әдісті лезде дайындап үлгерді. Қалай болар екен? Бақылау Тұяқовтың еншісінде. Ал Жанбекұлы оған дес беретін емес әзірге. Жақсы. Раунд соңындағы басымдық кімге бұйыратын болса, таразының басы сол жаққа ауады. Жақсы! Сәтті әдіс Тұяқовтың еншісіне жазылды және қылғындыру әдісін жүзеге асырып көреді. Соңғы секундтарда Руслан Тұяқов. Бірақ оған Жанбекұлы оңай беріле қояды ма? Міне сұрақ. Әрине жоқ. Еш қиындықсыз Жанбекұлы түк болмағандай тұрып кете барды. Бірінші раунд осымен аяқталды. Енді Ғалым мырза, не дейсіз? Жігіттердің аяқ алысы бірінші раундтағы. Аяқ алыстары енді бір айтарлықтай қарып жойып тастаған ештеңе жоқ, бірақ қарсы тамаша жекпе-жек болып жатыр. Екінші, үшінші раундтарды көреміз енді. Тең дәрежеде өнер көрсетіп жатыр ғой дәл қазір, екеуі де. Айтарлықтай мына бір басым түсті деп айтарлықтай енді өз пікірім ғой әрине. Тартысты жекпе-жек болып жатыр. Енді бұл бірінші раундтың сөзсіз кімнің тарапында кеткендігін дөп басып айту қиын, сондықтан бұл жұмыста төрешілердің еншісіне қалдыра отырып екінші раунд асыға күтетін боламыз. Қызықты раунд басында жігіттер аздаған сабырлықпен дейікші айқасты бастаған болса, бірінші раундтың соңына қарай Мінеке бір-біріне деген құрметтері керемет жігіттер. Жекпе-жектің қарқыны күрт өзгерді. Қазір екінші раунд, соның бір финалы болатын тәрізді. Осы қарқынның Жанбекұлы жемтігін аңдыған барыстай болып енді еппен алға ұмтылыс жасауда құлашта бұрып көрді, қауіпті. Бұзоқны Тұяқов көріп тұр. Алда ұсыратып барып, Тұяқов өз қақпанын құрып көрген еді. Тамаша. Екі тарап бір-бірінің мергендігін сынап жатыр қазір. Осындай соққы алмасу сәтінде кім дәлдігі кімнің жоғары. Жанбекұлы аяқты іске қосты. Тіпті тұрысын алма кезек ауыстырып көруде. Біресе оң қол алдына шықса, екінші сәтте сол қолы. Тұяқов бір қалыпта қимылдауда. Өте қауіпті қазір Жанбекұлының мына бір соққысы. Бұл айқастың нүктесін қоятын секілді. Басын бұқпан тайлаған Тұяқов. Осы тегеурінге шыдап бере алады ма? Тамаша. Руслан Тұяқов бұл тегеуріннен шығып үлгерді және қарымта шабуыл. Мінеке азамат шыдап берді. Көрдіңіз бе? Салмақ иелері мынадай болғанмен де
айқастың ар жақ бер жағын бір соққы шешіп кете береді. Сондықтан аса қауіпті. Бұл айқастың басында қазір енді Жанбекұлы тағы да өзінің үстемдігін. Осы бір шынтағымен бағытталған қанжардай осып түсетін соққылармен шегелей бағуды. Қабақ жарылған тәрізді Тұяқовтың қан саулап қоя берді. Қазір тізесінде қосқер осыда Жанбекұлы. Үсті-үстіне қарша жаудырған қырғызстандық файтердің соққылары. Руслан Тұяқов қорғануға мәжбүр, аяққа тұрып үлгерді. Ал бұл раундтың тек бел ортасы ғана екінші кезеңнің. Керемет бір шыдамдылық көрсетуде. Мынадай драмаға толы айқас енді тарабынан Азаматы. Қандай стильде, қандай бір сценариймен бұл айқас өрбімесе де, екі жауынгерде тік тұрып қол соғуға лайықты. Көрдіңіздер, ардақты жанкүйерлер. Қазір енді Жанбекұлы өзінің позициясын жақсартып алды да, ауыр балғасын сілтеген ұстадай болып, қарсыласының төбесінен төндіре ауыр соққыларын, жауапсыз соққыларын қарша боратуда. Тұяқов жекпе-жек аяқталды. Техникалық нокаут. Керемет. Мықты екенін көрсетті. Осылайша бірінші, екінші кезеңнің бел ортасынан асқан тұста Қаныбек Жанбекұлы соңғы сәтсіздігінен кейін жарқын жеңіспен қайта оралды. Құттықтаймыз. Ал Руслан Тұяқов үшін мансабындағы 8-ші айқасында 3-ші жеңілісі. Таза жеңіске жетті. Оны үйтіп қалды, бүйтіп қалды, артын бір жерге үйтіп қалды дейтін әңгімесі жоқ. Десе де таза, ешқандай спортсыз, ешқандай бәсекесіз айқын жеңіске жетті. Қырғызстандық спортшы мықты екен. Мына қабағының жарылып кетуі біршама кедергі жасаған тәрізді Руслан Тұяқов үшін. Дегенмен бұл жігіттер Найза лигасы аясында әлде талай кездесе жатар. Көріңіздерші, мынандай тегеурінге, мынадай ауыр өткір шабуылға төтеп беру екінің бірінің қолынан келіп бермейді. Сондықтан да рефери қабақтың жарылғаны кедергі болып деп айтсақ кішкене қателік болады ау, негізі шамасы келмеді ау, шынын айтқанда да менің өзім енді көрдіңіз ба, рефери тоқтатты ғой. Рефери тоқтатты, айқастың нүктесін қойды және Руслан Тұяқов оған қарсылық білдірген жоқ. Демек өзінің жеңілгенін азамат ретінде мойындап тұр. Әрі қарай қателігімен жұмыс істеп, ертең бұдан да жақсы өнер көрсетуге бұл жігіт өмір осымен тоқтамайды ары қарай. Әрине. Сондықтан жеңімпаз атанған жауынгерді құттықтаймыз. Талай көреміз деген үміттеміз бұл жігітті. Сонымен бұл жекпе-жектің ресми тоқтатылған уақыты 2-ші раунд 3-ші минут 29-ші секунд. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Қаныбек Жанбекұлы. Қаныбек Жанбекұлы, Қырғызстан бірінші раундтың соңында сәл басымдылықты беріп қойдың қарсыласыңа. Тейкдаун өтіп кетті, арқаңа шығып кетті, қылқындыруға жақын қалды. Екінші раундқа қандай оймен шықтың? Әйткені, салам алейкум Марат ағали. Барыңызға салам бершілер. Сопернигіме. Игелік Руслан. Бүгін сенің күнің емес екен, бүгін менің күнім екен, бауырым. Бұл спорт. Ошо баястер сыйлаңыздар. Қолдауыңыздар баястерді. Бұл жаққа шығып ұрыс көрілеші. Ошо, бірінші раунд алдырып қойды маған, екінші раунд. Сөйтіп етіп қалдым да. Шықанағым өтіп кетті ғой. Ошо, біріншіден, чек-сегіз Аллаға шек-шүгілер болсын. Қазақ әлі
Сізде де жоғын рахмат, Аллах разы болсын сыйыңыздарға. Мен постоянно келемін Қазақстанға. Нұрбек аға, қаяқтасың Нұрбек аға? Алла разы болсын. Нұрбек аға. Қырғыз әлім, бір сөз сөйлеп кетейін. Қазақ әлі білесіздер, Қырғыз-Тәжік шекарасында бізде соғыш болып жатады. Тоқтап қалды, бұйырса 3-4 күн болып қалды. Ошо, Қырғыз әлі мен сіздерді жақсы көрем. Қырғыз. Şu жеңішімде біздің батырларға, азамат батырларға, шекарадағы батырларға, офицерлерге, военныйларға, жокерлерге Аллах разы болсын. Сіздер бар, Қырғызстан тынч ұйқыда. Біліп қойыңыздар. Алға Қырғызстан. Қаныбек Жаныбекұлы.